Армысыз ағайын, сәлем достар, менің есімім Аида Қыдырбай. Украина 8 жылға созылған іс-сапар кітабының авторымын. Комментарийде қайта-қайта еңбегіңді айта бердің ғой деп сөгетін адамдар да бар екен. Айыпқа бұйырмаңыздар, бұл менің тілшілік қызметіндегі ең басты еңбегімнің бірі. Сондықтан әрине қайта-қайта айта беретін жөнім бар деп есептеймін. Каспий дүкенінен алып оқуларыңызға әбден болады. Және Украина-Ресей арасындағы соғысты талқылауға да толық тілшілік құқым бар деп есептейтін адаммын. Өйткені Европада, Киевте 10 жылдан бері меншікті тілші қызметін атқарып жүрген қазақ тілшісінің бірімін. Бүгін менің YouTube арнамда ерекше шығарылым Украин тілшісінің, Дмитрий Комаров деп аталатын Украин тілшісінің эксклюзивті, ешқай жерде жарияланбаған, тіпті Украин журналистерінің өзде көп айта бермейтін, көп түсіре бермейтін, соғыс алаңындағы бір құпия стратегиялық операциялары жөнінде айтатын бағдарламаны өзімнің ана тілінде, қазақ тілінде аударып сіздерге құнды ақпарат беруге тырысамын. Олай болса, бұл шығарылымды соңына дейін қараңыздар және комментарий күтем. Олай болса, кеттік. Зазвичай, коли починається повітряна тривога, всі йдуть в укриття. Але є люди, для яких повітряна тривога – це старт роботи. Дмитрийдің айтуы бойынша, әрине қазір дабыл кезеңі, Украинада 4 жыл бойы дабыл қағылады, және дабыл кезінде біз қандай қарудың Ресей тарапынан ұшып келе жатқанын көріп отырамыз. Телеграм каналдары болсын, биліктің берген ақпаратынан болсын, не болмаса осындай журналистердің жазып отырған қайта-қайта ақпаратынан дәл Украина аумағына, дәл осы сағатта, дәл қандай қару келе жатқанын тікелей эфирде көріп отырамыз. Бүгін Дмитрий Комаровтың шығарылымында сіздер дабыл кезінде тығылып яғни Украинаның адамдары тығылған кезде дәл Ресейдің қаруымен майдан алаңында күресетін мобильді группа туралы айтып берем дейді. Өте қызықты шығарылым, өте қызықты ақпарат, ешқай жерде жарияланбаған эксклюзивті. Әрине ресейлік жау жағы Украин журналистерінің барлық ақпаратын толығымен бақылап отырғаннан кейін көп кадрлер әрине көрсетілмейді. Дей тұрғанмен де дабыл кезінде қандай қызмет күреске шығады орыстармен және олардың қаруын қалай атқылайды, сол жөнінде бұл бағдарламада айтып береді. Дәл қазір Комаровтың мәліметі бойынша жаңағы шахет болсын, баллистика болсын, орыстар территориясынан әрі қарай жібереді. Мысалы, Каспийден келеді, ол Харьков жақтан келеді баллистика, зымыран, қанатты зымыран, ескендірі бар, әсіресе шахет. Шахетті осы бағдарлама арқылы шынымен де шахетті украиндер мапет дейді. Осы бағдарлама арқылы олардың қалай өзі құртылады. Сол жөнінде, тіпті сол жерде Киевте жүрсем де, мен осындай құпия жаңалықтарды көп біле бермейсің ғой, соғыста болмағаннан кейін, майданда болмағаннан кейін. Бірақ осы бағдарлама арқылы олармен күресу жолын толығымен көрсетеді. Олай болса, ары қарай кеттік. Мен ең маңызды тұстарын аударып беріп отырам. Дуже відповідальною, дуже небезпечною і дуже складною. Сьогодні ви побачите, як працює українське ППО зсередини. Сьогодні на нас чекає найексклюзивніша експедиція за всю історію програми «Світ на виворіт». Такого ще не показували. Адже, як відомо, роботу ППО знімати не можна. Тілшінің айтып отырғаны өте рас. ППО, яғни әуе қорған жүйесін ешқандай да тілшіге түсіруге болмайды. Оны тіпті тұрғындарда түсіруге болмайды. Өйткені қазір екі ел арасындағы тек майдан, қару, зымыранмен ғана соғыс емес, ақпараттық соғыстың да кезеңі. Мысалы, сен ППО-ның жұмысын телефоныңа түсіріп, сол сәтте оны желіге жүктейтін болсаң, онда әкімшілік қылмыстық жауапкершілікке тартыласың Украинада. Өйткені дәл сенің геолокацияның қайда екенін ескерген орыс жағы сен түсіріп тұрған жерге жаңағы өзінің зымыранын жіберуі мүмкін. Не болмаса сен түсіріп тұрған жерде Харьков өңірі болсын, жалпы Киевтегі кез келген аудан геолокациясы арқылы анықталады. ППО-ның қай жерде тұрғаны белгілі болады. Сондықтан ол қылмыстық жауапкершілікке дейін тартылады.
Ал Комаров жаңағы біз бәріміз ұйықтап жатқан кезде, бәріміз деп отырғанымыз яғни Украинаның тұрғындары ұйықтап жатқан кезде ППО мен, яғни әуе қорғаныс жүйесімен жаңағы Украинаның қарулы күші қалай күреседі. Сол жөнінде экспедицияға шығады түнде. Бұл бір түндік жұмыс және бұл жерде әрине өте құпия ақпараттар айтылады. Сондықтан арнамнан алыстамаңыздар. Ары қарай кеттік. Протягом року ми отримували всі необхідні дозволи і допуски, аби показати вам те, що не побачиш зі свого вікна чи улюбленого телеграм-каналу. Скажу одразу, всі матеріали погоджені і показувати їх безпечно. Звісно, ми можемо показати далеко не все, що знімали. Але сьогодні у вас є унікальна можливість побачити те, що знімалося вперше в історії. Комаровтың айтуы бойынша бұлдай түсірілімге рұқсатты 1,5 жыл жүріп алған журналист, яғни ол қаншама жаңағы тексерістен өткен, қаншама рұқсат дүниелерді жасаған. Өйткені бұндай стратегиялық маңызы бар, әсіресе жау жағына өте тиімді ақпаратты арнадан болсын, телевидениедан болсын көрсетуге болмайды. Өйткені Шахеттің көзін жойғанда, шахет деген жалпы не? Шахет деген Ираннан тасымалданатын Ресейге дронның бір түрі. Орыстар оны герань дейді, украиндар оны мопед дейді. Жалпы оның аты беспилотник, яғни дрон. Дрон өзімен бірге әрине зымыран басында жаңағы атқыш нелері бар, жойғыш заттары, бомбасы бар. Ол жаңағы тұрғын үйге келіп түскен кезде әрине бейбіт тұрғын үй, жаңағы көп қабатты тұрғын үйдің толығымен шатырын жұлып түсетін сондай күші бар. Және шахетпен бұрын күресуде жерде ППО болады деп, мысалы, Хаймерс жерден атып, оның көзін құртады деп ойлайтын едім, бірақ дәл осы шығарылымда шахетті ұшақпен қуып жүріп ұстап, сондай қиын кезеңі де бар. Осы 4 жылдың ішінде орыс тарапы Украина жеріне 7.000 шахет жіберген екен. Соның қаншама мыңның көзін құртты. Ал Польша территориясына кірген 22 шахеттің 4-еуін ғана Польша қағып түсірді. Ал Польшаның қаруы, әрине ол НАТОның жаңағы шығыс альянсындағы үлкен қорғаныс шебі, соған қарамай 22 дронның 4-еуін ғана атып түсіре алды Польшаның әскері. Ал Украинаны бағдарламада қарап отырсаңыз, шахетті қуып жүріп көзін қалай құртатынын көруге болады. Ары қарай тыңдаймыз. Та відчути справжню атмосферу бойової роботи Сил протиповітряної оборони України. Як працюють мобільні екіпажі? Як люди працюють в таємних пересувних командних пунктах? А також як збивають шахеди? Ми почали. Місце унікальне, що це просто маскувальна сітка. Қараңыздар, мынау орманда жасырынған микроавтобус. Бұл мобильдік жердегі пункт. Орманда жасырынған және дәл осы тығылған, сыртынан қарағанда жай ғана микроавтобус сияқты, бірақ толығымен жасырынған. Ол осындай бірнеше 1500 микроавтобус Украинаның аумағында, осындай ормандарда тығылады. Не болмаса жаңағы олар ары бері көшіп жүреді. Баллистиканың қайдан ұшып келе жатқанын анықтайды. Жаңағы мен айтып отырған шахет дронның қайдан ұшып келе жатқанын анықтайды. Және бұл мобильдік пункт әуемен бірге байланыс ұстайды. Яғни жерде отырып, олар мысалы Каспий жақтан МиГ-31 баллистика ұшып келе жатыр деген ақпаратты береді. Ал төбедегі ұшақпен ұшып жүрген адамдар, және шахетті қуып жүріп ұстайтын геликоптері бар, ұшақтары бар. Олар жаңағы шахетті аспанда атады. Және бұл мобильдік пункттің бір мықтылығы, ол үйдің төбесіне атуға болмайды, өйткені шахеттің сынықтары құлағаннан кейін жарылыс болады ғой. Олар дәл қай жерде шахетті ату керек екенін нұсқау беріп отырады. Сондықтан бұл командалық жаңағы мобильдік пункт деп аталады. Автомобіль в лісі, але просто зараз уявіть собі, з цього місця під час повітряної тривоги іде керування всією протиповітряною обороною України. Те, що ви бачите, досі лишалось за кадром. Сюди не пускали з камерами, бо це одна з найбільш захищених точок країни.
Журналистің айтуы бойынша, әрине бұрын соңды Украина тарихында, бұрын соңды Украина соғысы кезінде мұндай кадрлер түсірілмеген. Өйткені бұл шынымен де жауға өте қажетті ақпарат болуы мүмкін. Бұны тіпті жаңағы журналист тұрмақ адамдардың көзінен де барынша орманда, барынша жасырынған түрде ұстауға тырысады. Өйткені бұның ішінде 4-5 адам отыруы мүмкін. Бірақ осы 4-5 адамның қолында мыңдаған адамның өмірі тұрғаны мәлім. Өйткені бұлар жаңа қайталап айтам, баллистиканың қай жақтан ұшып келе жатқанын ең бірінші білетін осы адамдар. Өйткені бұларда жаңағы бақылау данныйлары бар, ғарыштан алынған, одан кейін жаңағы агенттіктерден алынған барлық бақылау үлкен данныйлары бар, солармен жұмыс жасайды. Және өте мықты қазір алдымызда интервью тұр. Бұлар біраз құпияның бетін ашады, ары қарай көреміз. В цьому місці не натискають кнопку «Пуск» і не збивають ракети власноруч. Але саме тут повітряну атаку зустрічають першими. Дають Бұл жерде айтып тұр, Ресейдің қаруын алғаш қарсы алатын адамдар осы. Бұл жерде зымыранды атып түсірмейді, бұл жерде ешкім қолына қару алмайды, бірақ бұл жер ең маңызды ақпарат шоғырланған, ең маңызды пункт. Дають команду та координують кожен рух. Ми в командному пункті Сил протиповітряної оборони України. Командалық координациялық пункт деп аталады. Ең бірінші Украинаның территориясына кірген ресейлік қарудың бәрін ең алдымен осы орманда тұрған микроавтобустағы адамдар көреді. Командуючий ВС, командуючий ПВК. Уже шахіди заходять. Скільки зайшло? До 10. І хай зразу на першій локації готують два швидкісних. Ми дуже довго отримували дозвіл на те, щоб зафільмувати оцей процес, і ви маєте можливість побачити роботу ППО безпосередньо із серця ППО, із його ППО-ның жүрегі, ППО-ның миы деп аталады осы жер. Шынымен де қарап отырсаң, ППО деген енді әуе қорғаныс күші, әуе қорғаныс жүйесі, оның микроавтобуста ең алғашқы командалық жаңағы жарлықты осы микроавтобустың ішіндегі адамдар береді дегенді. Шынымен де бұрын соңды аса айтылмайтын құпия ақпараттардың бірі. Әрине, соғыс аяқталғаннан кейін мұндай ақпарат, мұндай тыл ішінде жұмыс жасайтын, көрінбей жұмыс жасайтын адамдардың еңбегі жарқ етіп, жарыққа шығатыны мәлім. Ары қарай көреміз. мозоку, автобус. Це... Я вибачаюсь, вас не можна зараз турбувати? Балістика. Балістика, вибачайте. Балістика – слово, яке під час повітряної небезпеки лякає українців найбільше. Такі ракети летять по балістичній траєкторії. Спочатку підіймаються дуже високо, деякі з них аж в космос. Там розвертаються та падають на свою ціль на величезній швидкості. Бұл жерде журналистің айтып отырғаны жаңағы командалық пункттің ішіндегі адамдармен интервью жазар кезде айтады, бізге мазамызды алма, қазір баллистика ұшып келе жатыр. Баллистика ол бірден жылдамдығын аспанға қарай алады да, ары қарай бүйтіп бағдарламада көрсетілгендей ең үлкен жылдамдықпен жерге қарай құлайды. Әрине оның нақты қайда құлайтынын сол баллистиканы анықтаған, жіберіп отырған адамдар біледі. Бірақ Украинаның қорғаныс күші, Украинаның әскерлері осы баллистиканы жаңағы ғарыштық кезеңінде тікелей аспанға ұшып бара жатқан кезде, жалпы Украина территориясына енді кірген кезде ғана анықтайды да, жердегі командалық жаңағы пунктқа команда береді. Осындай жылдамдықпен, осыншама баллистика, бір баллистика ғана ұшып келмейді, ол 40-қа жуық зымыран келуі мүмкін. Соның барлығын координацияны осы орманда отырған микроавтобустың ішіндегі адамдар алдын ала біледі. Ал оны ұстап алу, ұстап алмау. Ол енді келесі адамдардың қолындағы дүние. Ары қарай көреміз. Кілька разів перевищуючи швидкість звуку. Тому вони становлять найбільшу небезпеку та потребують максимального зосередження тих, хто відбиває повітряний напад. На збиття лічені хвилини. Журналистің айтуы бойынша баллистика қарулардың ішіндегі ең қорқыныштысы, өйткені оның күші де, қуаты да, аумағы да өте мықты. Сондықтан әрине шахеттерге қарағанда шахеттің өз алдына оның да қуаты өте мықты. Бірақ әрине баллистиканы ұстап алуға барынша күш төгеді Украинаның қарулы күштері. Және бұл жерде көріп отырсаңыздар, жаңағы баллистиканың қай аумаққа келе жатқанын алдын ала біледі осы адамдар. Және келесі қарулы күштерге
баллистика осындай аймақта, яғни координациясын береді. Координация арқылы олар ары қарай ұстап ала ма, алмай ма, ол енді келесі құрылымның қолында тұр. Бірақ ең аз уақыт беріледі. 1-2 ғана минут. Осы минуттардың арасында ұстап алмаса, қаншама адамның қырылып қалатыны белгілі. Ары қарай көреміз. І зараз Не знаю, як він це може командувати. Жарнаманы өткізіп жібереміз. 130. Наш чуть український. Наш дами. Мына дауысты естіп тұрсыздар ма? Мынау мопедтің дауысы. Кәдімгі біздің жаңағы 90-95 жылдары әкелеріміз мінген мопедтің көрінісі. Шахеттің дыбысы осы мопедке өте ұқсайды. Бірақ бұл жердегі мопед болса, шахет аспандағы мопед. Аспандағы мопедті ұстау үшін әрине оған тағы бір күштер керек. Яғни біз Киевтің, Украинаның тұрғындары түнгі ұйқыға кеткен кезде Украинаның қарулы күші, Украинаның әскерлері аспанда ұшып жүрген Ресейдің мопедін, яғни қару, Иранның қаруы, шахет, дронды ұстап алуға кәдімгідей группамен, үлкен топ-топпен 1500 мобильдік группа шығып, жаңағы біздің тыныштығымызды күзетеді. Комаров журналист тілшінің мопед келіп жатқан стендапы өте сәтті шыққан деп ойлаймын. Өйткені дәл осындай мопедтің дауысын біз білеміз. Басқа емес, біз білеміз. Өйткені шахет ұшып келе жатқанда, әрине мопед ұшып келе жатқандай болады. Друзі, як збивають дрони камікадзе? І в чому сила тих людей, що прикривають наше небо? Просто зараз їдемо в секретне місце, де наші сили ППО збивають мопеди, але не Комаровтың айтуы бойынша бұл да құпия орын, өйткені аспанда ұшып жүрген мопед ұстау үшін қандай күштік құрылым керек, қандай техника керек, қандай қару керек, осының бәрін білетін боламыз деп айтады. Және бұл да өте құпия түсірілген, көп кадрлердің көрсетілмейтінін алдын ала айтады. Бірақ мен сіздерге айтамын, осы бағдарлама арқылы дәл төбемізден ұшып жүрген мопедтің қалай ұсталғанын көргенде, Киевте жүрсем де, бұл да маған өте эксклюзивті кадрлер болып есептелді. не такі, а ті... Көп шығарылымды айналдырып сіздерге ең қызықты ғана моментін беруге тырысамын. Що в повітрі? вже скільки ракет і безпілотників прилетіло в Україну сьогодні. Сусіди запустили в нас більше. Але поки ми спимо чи спускаємось в укриття, є ті, хто охороняє наше небо. Дәл осы мопедті, шахетті, дронды ұстап алу үшін геликоптер қолданылады екен. Бұл ұшақтың түрі. Және бұны шахетті 500-ге жуық шахет ұшатын болса Украина территориясына, соның 400-ін ұстап алу үшін де қаншама күштің қажет екенін білуге болады. Яғни жаңағы Украинаның әскерлері 10.000 километрден шахеттің ұшып келе жатқанын біледі, күтіп тұрады, және 2000 километр қалған кезде оларды ат түсіруге тырысады. Мен қазір жердегі мобильді группаны айтып отырмын. Тағы бір топ аспанға шахетті қуып жүріп ұстайды. Соны көрсетейін. Люди, які прибачать Без координат. Я тобі на машину зупиняється, як Жердегі мопедті атып түсіре алмаған кезде, әрине олар мынандай ұшаққа мініп, Попереду, через 100 метрів починається низовина. І були випадки, що вони і шахет майже поруч. Має відпрацьовувати інша ұшаққа мініп, оларды қуып жүріп ұстайды. група. Поряд. Не бачу. трошки працює цих Дуже різні військові задачі. На таких вертольотах вони можуть швидко та відносно непомітно дістатись до потрібної точки. Та, наприклад, спалити ворожу колону, підвести боєкомплект, вивести поранених. Саме на таких Мі-8 пілоти армійської авіації здійснювали
армейскалық авиация деп атайды. Яғни бұл өте жаңағы бензинді жақсы жейтін сиыр деген лақап аты бар вертолет, яғни геликоптердің бірі. Соған жаңағы шахет, орыстардың территориясынан шахет ұшқан кезде, айтайын 4 жыл ішінде 7000-ға жуық көршіден осындай қырғын келген екен. 7000 шахет, олардың қаншамасы жаңағы әскерилердің көмегімен жарылды. Және бұл жарылған кезде көбінесе поляда, сондай жерде жарылды. Өйткені бұл үйдің төбесінде, Құдай бетін арғысын Киев, не болмаса басқа қаланың үстінде жарылатын болса, әрине бұл деген үлкен қасірет болатын еді. Жалпы достар, жалғасын күтесіздер ме? Сіздерге бұл шығарылым ұнады ма? Осылай аударып беріп, сіздерге түсінікті, құпия және қызықты ақпаратты айтып отырғаным қаншалықты сіздерге қызықты болды? Комментарийде жазыңыздар, егер де сізге ұнаса, келесі бөлімін жалғастыратын боламыз.